Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен домашний пельмени дайындаудың рецебімен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады және де пельмендеріміздің қамырын қалай теу керектігін барлығын видеода көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі пельмендеріміздің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, су, тұз және де ұн қажет болады. Жұмыртқамыздың үстіне тұзымыз теуіп, суымызды құйып, кішкене қолымызбен араластырып жібергеннен кейін ұнымызды салып, қолымызбен жақсылап қамыр илеп аламыз. Бұл жердегі ұн менде 200 грамм. Тағы да мен ұн сеуіп, қатайғанша қамырымды жақсылап илеп аламын. Яғни ие қанғанша жақсылап тұрып илеп аламыз. Яғни қамырымыз жабысқақ болмауы тиіс. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, бір шетке қоя тұрамыз. Салмамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге тартылған ет және де жуа қажет болады. Жуамызды уақтап турап, осы тартылған етіміздің үстіне саламыз. 1 шай қасық тұз және де жарты шай қасық бұрышымызды салып, жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Негізі пельмендеріміздің сорпасына кішкене еті бар сүйек салып пісірсеңіздер, дәмді болып, майлы болып шығады. Бірақ мен осылай қара суға да пісіріп қарадым. Ол кезде де өте жеңіл болып, өте дәмді болып шығады. Кастрөлімізді жартысынан көп су құямыз, бірақ бетіне дейін толтырмаймыз. Содан соң 1 шай қасық тұз салып, бетін жауып қайнағанын күтеміз. Енді осылай видеодадай картофеліміз бен морковымызды турап аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін картофелімізді және де морковымызды салып, бетін жауып, тағы да қайнағанын күтеміз. Қамырымызға кірісеміз. Үстеліміздің үстіне кішкене ұн сеуіп, қамырымызды осы ұнымыздың үстіне жайғастырып, қолымызбен, саусақтарымызбен, яғни кішкене осылай басып аламыз қамырымызды. Содан кейін оқтауымыздың көмегімен осы қамырымызды жақсылап жазуымыз қажет болады. Бешбармақтың қамырына ұқсайды. Бешбармақтың қамырындай жазып шығасыздар. Өте жұқа да етпейміз. Жұқа етіп жіберсеңіздер жыртылып кетуі мүмкін пісіп жатқан кезде, немесе түйіп жатқан кезде. Өте қалың да етпейміз. Ол да жеген кезде қалың болып, қатты болып тұрады. Сондықтан орташа етіп осылай жақсылап, әдемілеп жазуымыз қажет болады. Енді осы картоп пен морковымыз қайнағаннан кейін асын азайтып, баяу отта пісіре береміз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді менде осындай формочка бар. Яғни осындай дөңгелек формалар, әдемі формалар шығарып береді. Сіздер чашка немесе сок ішетін фужерді пайдалана отыра, осылай жасап шықсаңыздар болады. Барлығын осылай жасап шыққаннан кейін, қалған осы артық қамырымызды қайтадан илеп, бетін жауып қоя тұрамыз. Сол кезде ол жұмсарып тұрады. Қайтадан жазып, осылай пайдалана беруге болады. Дөңгелек қамырымыздың ортасына фаршымызды салып, осылай видеодадай чебуреки сияқты қылып, бірінші осылай қаттырақ қамырымызды жабыстырып аламыз. Қатты жабыстыруымыз қажет болады, өйткені ол піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Содан соң екі шетін бір-біріне түйеміз. Осындай табақшаның үстіне кішкене ұн сеуіп, осы пельмендерімізді жинаймыз. Ұн сеппесеңіздер, ол қамыр жабысып қалады. Сосын жыртылып, ол алынбай жатады. Сондықтан ұн сепкеніміз дұрыс. Неке екіншісін көрсетіп жатырмын. Осы шеттерін жақсылап түйгеніміз дұрыс болады. Осылай қолымызбен, саусағымызбен жақсылап осылай бастырып, жабыстырып аламыз. Содан соң осы екі шетін бір-біріне түйген кезде осындай әдемі пельмендеріміз шығады. Неке барлық пельменіміз дайын болды. Енді отымызды көбейтеміз. Осы қайнап жатқан суымызға біздер пельмендерімізді салып бастаймыз. Кішкене пельмен салғаннан кейін ортасында араластырып тұруымыз қажет болады. Содан соң қайтадан пельмендерімізді салып, тағы да бір араластырып аламыз. Сол кезде жабыспай әдемі болып піседі.
Пельмендеріміздің қамырын дайындап жатқан кезде, яғни жазып, дөңгелек формасын шығарып жатқан кезде, сіздердің терезелеріңіз жабық тұрған жақсы. Өйткені пельмендеріміздің қамыры тез кеуіп кетеді. Немесе бетін газетпен, орамалмен жауып қойғанымыз жақсы. Сол кезде пельмендеріміз оңай жабысатын болады. Пельмендеріміздің барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып, қатты отта бір қайнатып аламыз. Осылай мінекей қатты қайнағаннан кейін жақсылап бір араластырып, сорпасының тұзын қараймыз. Міндетті түрде тұзын қарап, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Жақсылап бір араластырып, бетін жауып, орташа отта пісіретін боламыз. Менде пельмендеріміз 10-12 минутта пісіп қалды. Бір пельменімізді жеп қараймыз. Егер де қамыры жұмсақ, ішіндегі фаршы піссе, пельмендеріміз дайын деген сөз. Енді осыны ыстықтай сорпамызды ыдысымызға құйып, жақындарымызды қуантып ұсынатын боламыз. Пельмендеріміз дайын болды. Мен осының үстіне укроп септім. Сіздер кез келген ас көкті себуге болады. Және де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қолдан жасалған пельмендер өте дәмді болып шығады. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.